Кеше бас муфтиіміз Наурызбай қажы орамал жайлы сұрақ қойған адамдарға Алла разы болсын керемет жауап берді. Енді осыған қарсы пікір айтып жатқандар, жазып жатқандар өте көп. Ақылға сыймайтын нәрселерді айтып жатыр. Солардың уәждерінің бірі, мектеп жасындағы қыздар орамал таққанша білім алмайды ма дейді. Құдайдың құдіреті. Орамал адамның білім алуына кедергі жасайды деген бұл сенің қай сасқаның? Орамал таққан адам білім ала алмай қалады деген бұл сенің қай сасқаның, айналайын? Ал енді мынау үлкен лауазымды орында отырған аға бауырлар, мына Бәпи деген, мына Ринат бауырымыз, және мына кеше Бағила деген қарындасымыз керемет айтты ғой. Билер қазылар алқасы дей ма? Сол Қазақстанға жанымыз ашиды деп жиналып алған билер алқасында. Осы билер алқасы, сіздер өз сондай лауазымды орынға Құдаймен соғысу үшін бардыңыздар ма? Дінге қарсы күресу үшін отырдыңыздар ма? Түсіне алмай жатырмыз. Мына былыққа батқан қоғамда басқа тірлік қалмағандай бәріңіз неге орамал жайлы қозғап кеттіңіздер? Неге орамалмен күресіп, дінмен күресіп кеттіңіздер? Қоғамда одан басқа тірлік жоқ па? Неге біреуіңіз жаңағы голубойлар жайлы айтпайсыздар, лесбиянка жайлы айтпайсыздар? Неге біреуіңіз жынысын ауыстыратындар жайлы айтпайсыздар? Неге біреуіңіз мектеп жасында миф деген бәлеге отырып қалған, сол бір искейтін миф үшін арын сатып барын беріп жатқан жастар жайлы неге айтпайсыздар? Неге мектеп жасында электронный сигаретқа отырып қалған, мектеп жасында мың-мыңдап жүкті болып жатқан қыздар жайлы неге айтпайсыздар? Неге жастарға, мынау жастар один экспет жайлы сондай құмар ойындаға кіріп кеткен, өз-өзіне қарызға батып, қол жұмсап, суицид жасап жатқан жастар жайлы неге айтпайсыздар? Осындай өзекті мәселелерді неге қозғамайсыздар? Айналып келіп орамалмен күресе бергенше. Енді қараңызшы, бір қызығы, адамдар жынысын таңдаймын десе өз еркі екен. Голубой болам десе өз таңдау еркі мүмкіндігі бар екен. Лесбиянка болам десе таңдау еркі бар екен, өз еркі бар екен. Қай дінді таңдаймын десе өз еркі бар екен. Бәрінде өз еркі бар екен да, орамал тағамын десе неге өз еркі жоқ екен осындайда? Неге? Олардан орамалды шешкізгенде сіз олардың жүрегіндегі иманды алып тастай алмайсыз ғой. Оларда бәрібір жүрегінде иман тұрғаннан кейін, олардың орамалын шешкенмен негізгі сана сезімі өзгермейді ғой олардың. Егер олар бірдемені құртам десе, орамалын шешкізсеңіздер де құртады ғой олар бәрібір. Бірақ орамал таққан, иман келтірген, исламды ұстанған адамды барлық жаңағы нәрселерге, голубойың бар, лесбиянкаң бар, жынысын ауыстыру деген, олар еркі бар, және олар қорғалады да. Неге орамал таққысы келген адам қорғалмайды? Неге бұлардың еркі жоқ сонда? Біз өзі қазақ халқы қай дінді ұстанған халық едік өзі. Және сөзім соңында айтарым, ағайындар, осы орамал таққандардың артында не тұр? Жаңағы біз айтқан қасіретті жағдайлар, голубойың бар, лесбиянкаң бар, қайсысы біз үшін пайдалы, қайсысының артында қасірет бар екеніне қалайша сіздердің ақылдарыңыз жетпей жатыр деймін да, Құдайдың құдіреті. Тағы да бір күресетін нәрсе бар. Мынау интернетте, мына тиктокта анау төсек жап-жас болып алып, үлкен-үлкен адамдарға төсек қатынасын үйретіп жүрген мынау небір қыздар, жас қыздар, ұятсыз қыздар, төсек қатынас жайлы сабақ өтіп жүрген. Өз күйеуге шықпағандары да бар ішінде. Олар қайдан білетін оны? Әрбір еліміздегі отбасының шайқалуына себеп болып жатқан, мына ажырасуға үгіттеп жатқан интернеттегі коучтар жайлы осыларды неге тоқтатуға әрекет жасап күреспейміз? Әлде сіздерге осы ажырасқан адамдардың көбейгені қажет болып тұр ма? Осы тиімді болып тұр ма? Елімізде жесірлер, жетімдер көбейгені сіздерге тиімді болып тұр ма? Неге біз тек қана орамалмен күресіп жатырмыз, одан басқа тірлік қалмағандай? Алла тағала елімізді дінсіздіктен сақтасын, надандықтан сақтасын. Елімізді Алла тағала қияметке дейін ислам дінімен аман сақтасын.
артық айтқан болсақ кешірім сұраймыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.